Қайырлы күн, Алтай Ньюс сайтының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге Балау Самылқызы шығыстағы ең өзекті, ең кейінгі жаңалықтар топтамасына шолуымызды бастаймыз. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Осыған орай президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің ресми парақшасына жазба жариялады. Жазбада біз жазықсыз жапа шеккен жандардан, сол бір қасіретті жылдардан тағылым алуымыз керек деп атап өтті мемлекет басшысы. Самар ауданының орталығында су тартқыш пен 80 шақырым су құбырлары жаңартылып жатыр. Жобаны іске асыру сумен қамту желілеріндегі апаттар мен шығындарды азайтпақ. Жұмыстарды аяқтауға облыстық бюджеттен 144,4 миллион теңге бөлінді. Жұмыстар алдағы қазан айында аяқталуы тиіс. Ертіске әлде қашан жойылып кеткен Сібір бекіресі қайтып оралмақ. Бұл жұмыстарда өңірдегі бекіре балғының уылдырығын және етін өндірумен айналысатын іргелі кәсіпорындардың бірі Ост Фиш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алғалы отыр. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаевпен кездесу барысында аталған кәсіпорынның бас директоры Ерлан Сағидолдин осылай деп мәлім етті. Кездесуде бекіре тұқымдас балықтарды өсірудің ерекшеліктері, оларды қорғау, жергілікті экожүйені сақтау мәселелері сөз болды. Бұл игі бастамаға аймақ басшылығы да қолдау көрсетуге даяр. Мұны кәсіпорын өкілдерімен кездесу барысында облыс әкімі Ермек Көшербаев айтты. Облыс орталығында халық заңгері атты акция өтті. Әлеуметтік шара шаһарда екі жерде ұйымдастырылды. Тұрғындар заңгерлер мен құқық қорғау органдарының өкілдерінен бейінді басқармалар мен бөлімдердің мамандарынан әртүрлі мәселе бойынша тегін кеңес алды. Бұл акция 5 жылдан бері тұрақты өтіп келеді. Биыл халық заңгерінен кеңес алушылар ерекше көп болғанын айтуымыз керек. Бүгін облыс бойынша, соның ішінде Өскемен қаласында екі жерде осы халық заңгер жобасы жүзеге асырылып жатыр, акциясы өткізіліп жатыр. Акция негізгі мақсаты халыққа құқықтық көмек көрсету. Бүгінгі күні бұл жерде белгілі заңгерлер, жаңағы нотариустер, адвокаттар, құқық қорғау органдарының, мемлекеттік органдарының өкілдері азаматтарға жеке мәселелер бойынша құқықтық көмек көрсетіп жатыр. Не үшін адамдар мысалы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне барып жатады? Өйткені өз құқықтарын білмейді, қайда жүгіну керек екенін білмейді. Сол мақсатта осы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу мақсатында, жариялықты, ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында бүгін осы акцияны өткізіп отырмыз. Келушілер өте көп. Өскемен қаласында екі жерде өтіп жатыр, екі жерде де келушілер саны өте көп. Көбінесе мәселелер тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мәселелері бойынша келіп жатыр. Сонымен қатар құқық қорғау органдарына жүгінгендер саны өте көп азаматтардың. Бұл акция бізде республика бойынша бүгін бір күні, осы 30 мамыр күні бір уақытта өткізіліп жатыр. Жертөлеге құлап кеткен зейнеткер құтқарылды. Шыманайха ауданындағы Первомайка кентінің зейнеткері таңғы сағат 4-те тосап алу үшін жертөлеге түсіп бара жатқанда сүрініп құлап тұра алмай қалған. Түстен кейін ғана көршілері әжейдің көмекке шақырған дауысын естіп, құтқарушылар мен полиция қызметкерлерін шақырыпты. Қазір зейнеткер дәрігерлердің бақылауында. Осымен бүгінгі хабар тәмам. Шуақты күндерде кездескенше бізге тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.